Ақыл, сана, сабыр, талас, тартысу, мұғалімнің табиғаты, жалпы осы. Бос уақыты, ойдан басқа ойы жоқ, бос уақыты, әрбір түннің жартысы. Махаббаты, бала және отаны, сүйікті ісі, қағаз, кітап қопару. Демалысы, шәкірттерге хат жазу, ал кәсібі от беру мен от алу. Адамның өмірде кетігін тауып қалануы мамандық таңдай білуінде. Өз икемділігі мен дұрыс таңдау жасай білген абыройлы мамандық иесі номері 262 мектеп гимназияның бастауыш сынып мұғалімі Ембергенова Әсем. Жанары шәкірттеріне деген махаббатқа толы, жігерлі жас ұстаз Әсем осы мамандыққа қалай келді? Өткенге сәл шегініс жасалық. Әсемнің ұстаз болсам деген арманы мектеп қабырғасынан басталды. Туған жеріндегі номері 83 мектепті бітірген соң арманына қанат байлап Алматыға келді. Жүрек қалауы мен талай қазақ қыздарының маңдайын жарқыратқан Қыздар педагогикалық институтында біліммен қатар қазақ қызына тән өмір әліппесінің әдебінің сабақтарын игерді. Хадас, Иманығүл, Жаухан мәрттік ілімдерін жасау арқылы Әл-Фараби адам тәрбиесінің теориясын ашса, осы ілімді өмірде пайдаланып, педагогика мен психологияның методикасын, жүйесі мен негіздерін де нықтайтын Әсем секілді ойы озат ізденімпаз жастар. 2008 жылы жаңа өмірге жолдама дипломымен туған жер төсінде бой көтерген Ақшақар сәулетті білім ордасы алғашқы гимназияда еңбек жолын бастауы Әсемнің арманына мақсат, еңбегіне шабыт қосқандай болды. Болашақта еңбек етіп өмір сүретіндер бүгінгі мектеп оқушылары. Мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан ұстазға жүктелер міндеттер ауыр деп елбасымыз атап өткендей, алғашқы сабағынан ақ осы жүкті жете сезінген Әсем күн сайын ізденуден, үйренуден танбады. Соның айқын көрінісіндей өзіндік тәжірибесі, өсу кезеңдері де басталды. Алматы қаласында 2011 жылы 12-13 қарашада өткізілген тұлғалық өсу тақырыбындағы тренинг оқушылар тарапынан жоғары бағаланып, арнайы сертификатқа ие болды. Жас маман одан әрі іздене отырып, Ақтөбе қаласында өткізілген республикалық әлеуметтік психология атты тәрбие мәселелеріне арналған семинарда біліктілігі мен белсенділігі үшін сертификатқа ие болды. Мұғалім өз пәннің ғана білгір емес, тарихи танымдық, педагогикалық психологиялық сауаттылық, ақпараттық сауаттылық және оқытудың жаңа технологиялар меңгерудің де шебері болуы шарт. Бұл тұрғыда Әсем тиянақты алған теориялық білімі мен жаңашылыққа бейімділігі, сауаттылығының нәтижесінде 2011 жылы Қызылорда қаласында өткізілген республикалық конференцияда ұлттық дүниетаным және алтын ғасыр тақырыбындағы баяндамасы алғыс хатпен марапатталды. Әсемнің жан-жақтылығы, ізденімпаздылығының тағы бір дәлелі 2013 жылы қаңтарда өрлеу біліктілігі арттыру институтының алғыс хатымен марапатталуы. Өзінің тәжірибесін ақпараттық басылымдар арқылы таратуда Әсемнің еңбекқорлық, білуге құмарлық қасиеттеріне куә бола аламыз. Республикалық қызықты психология журналына жасөспірімдердің мінез құлқының қалыптасуына, отбасы жағдайының әсері атты мақаласы және білім және инновация журналына мектеп алды даярлық топ балаларын ойын технологиясын пайдалану арқылы ақыл ойын дамыту тақырыбындағы жарияланды. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан 2030 стратегиялық бағдарламасында ұлттық мінез құлық, биік талғампаздық, тектілік, биік талғам, ұлттық намыс қасиеттерін сіңіріп қалыптастыруымыз керек деп жасөспірімдердің жан-жақты тәрбиеленуіне ерекше мән берген еді. Әсем Ембергенова өнерлі ұстаз, ән салу, би билеу, образға ене білумен қатар қол өнердің нағыз шебері. Ұлттық ою-өрнекпен безендірілген өз қолынан шыққан бұйымдарына оқушылары да қызыға қарайды. Өнерлі ұстаздың шәкірттеріне үйретері де мол. Күншуақ деген әдемі атауды еленген үйірмесінен бүлдіршіндердің үйренері көп.
Қашан көрсеңіз де топ-топ болып қызықты әлемге жетелей білген ұстаздарына үйіріле жүреді. Ата-аналар да балаларының өнерін білім мен тәлім арқылы қоса өріп келе жатқан әсемнің талғам деңгейінің жоғарылығына, кішіпейілділігі мен мәдениеттілігіне, біліктілігіне ризашылықтарын әркез білдіріп келеді. Аудан көлемінде өткізілген іс-шараларда оқушылары белсенділіктерімен көзге түсуде. 2013 жылы 27 қаңтарда аудандық білім бөлімінің ұйымдастыруымен өткізілген қыс ертегілерінің көшбасшылары балында оқушылар алғыс хатпен марапатталып, ұстаздарына шабыт сыйлай білді. Қашан көрсең бұл халықтың шат бәрі, қашан көрсең күліп бара жатқаны, күлетіні бақыттылық нышаны, байлықтары шәкірттердің хаттары. Бұл халықтың мектеп жалпы тұрағы, мектеп десе жан дүние құрамы, үст-үстіне соққылаған жүрекпен өзін-өзі ұмтылудан тұрады. От беру мен от алуға жаралған мамандық иесі әсемнің алдында қаншама басылмаған ізденіс, еңбек жолдары жатыр. Білім мен білігін ізденсін, өнер мен өз мамандығына деген шынайы сүйіспеншілігін серік етіп, сол жолдар арқылы әсем өз биігіне жетпек. Міне, біз әсемнің еңбек ізденістерінің бір сәтін ғана көрдік. Ал мұғалімдер ұжымында жаста болса өзіндік пікірі бар, көпшіл, қарапайым жан. Үлкенмен де, кішімен де ілтипатты тіл табыса біледі. Сондықтан әріптестері әсем туралы тек жағымды сөз айтады. Мамандық таңдауда жолы болған әсем асыл жар, ибалы келін. Бір әулеттің ырысына ұйытқы болып отырған ақ жарқын келін, екі баланың ардақты анасы.